Тақырыпты жазып қойдыңдар ма балалар? Тақырыпты жазып па? Жақсы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геометриялық прогрессияның алғашқы n-ші мүшесінің қосындысы. Сабағымыздың мақсаты геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің және алғашқы n-ші мүшесінің қосындысын есептеу формасын сипаттамалық қасиетін білу және қолдану. Енді өткен сабақ бойынша қазір мына сұрақтарға жауап берейік. Прогрессия қаншаға бөлінеді? Прогрессия екіге бөлінеді. Екіге бөлінеді. Қандай болып? Геометриялық прогрессия, арифметикалық прогрессия және геометриялық прогрессия болып. Дұрыс па? Жақсы. Екінші келесі сұрақ. Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесін табу формуласын атайшы. Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесін табу формуласы. Қандай болады? формуласы. Және бізде бұлай болады, не? Bn тең b1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі. Дұрыс па? Дұрыс па? Естіп отырмыз ба? Так, естіп отырмыз ба, балалар? Келесі, үшінші сұрақ. Еселік қалай белгіленеді? Есел? Сұрақ қайда жүріңіз? Еселік қалай белгіленеді? Еселік қалай белгіленеді? Q Q деп белгіленеді. Келесі. Арифметикалық прогрессияның алғашқы n-ші мүшесінің қосындысын табу формуласын атайықшы. Арифметикалық прогрессияның алғашқы n-ші мүшесінің қосындысын табу формуласы. Ол бізде SN етін, дұрыс па? SN тең 2a1 қосылған n-1 көбейтілген d бөлінген 2 көбейтілген n. Дұрыс па? Формуламыз осылай. Келесі, енді қараңдар. Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. Қараңдар, мынау бізде геометриялық прогрессия. b1, b2, b3, b4, b5 деп кете береді. Яғни бұл бізде n-ші мүшесінің формуласы бізде осылай белгіленеді. Көрініп тұрма сендерге? Көрініп тұрма? Слайд ашпай тұрма? Ашпай тұр. Так, слайд көрініп тұрма сендерге? Жоқ. Так, слайд көрініп тұрма сендерге? Жоқ. Көрініп тұрған жоқ па? Жоқ. Башы. Жоқ. Сен көрмейсің ба? Сендер көріп тұрсыңдар ма? Так, слайд көрініп тұрған жоқ па сендерге? Тоже слайд көрініп тұрған жоқ. Қазір 1 минут күте тұрыңдар. Бұл сұрақтарға бағана жауап беріп қойдық енді. Қараңдар, геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формасы бізде осылай белгіленеді. Bn тең b1 көбейтілген n-1 дәрежесі. Бізде геометриялық прогрессияның n-ші мүшесі осылай еді. Дұрыс па, еске түсті ма?
Бұны біз өтіп қойғанбыз. Келесі қараңдар. Мына мысалға енді қараңдар. Бізде геометриялық прогрессия берген. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 деген тізбектен тұратын прогрессиямыз берілген. Енді қараймыз. Осы жерден қазір біз алдымен бірінші қараңдар. Еселікті тауып алайықшы. Бірінші мүшеміз қаншаға тең? Бірінші мүшеміз. Прогрессияның бірінші мүшесі қаншаға тең? Бірге тең. Енді еселікті табу үшін не істейміз? Еселік қаншаға тең? Q-дің мәні тұрақты қандай санға көбейтіліп тұр? 2-ге. 2-ге. Еселігіміз 2-ге тең. Жақсы. Енді осы жерден біз қазір осы прогрессияның алғашқы 3 мүшесінің қосындысын есептейік. Бұл S3-ті. Алғашқы 3 мүшесінің қосындысы деп отқанымыз S3 деп белгіленеді. Отырмыз ба? Бұнда S3-ті табу үшін біз B1 қосылған, B2 қосылған, B3 болады. Тең болады. Бұнда бізде 1 қосылған, 2 қосылған, 4. Қанша болады? 7 болады. Бұл бізде прогрессияның алғашқы 7 мүшесінің қосындысы. Келесі, дәл осылай енді алғашқы 5 мүшесінің қосындысы есептейікші осы тізбектегі. Геометриялық прогрессия алғашқы 5 мүшесінің қосындысы. Ол бізде B1 қосылған, B2 қосылған, B3 қосылған, B4 қосылған, B5 болады. Дұрыс па? Енді біз жазып тастайық орындарына. B1-дің мәні қаншаға тең болды? 1-ге. B2-ның мәні 2-ге. B3-дің мәні 4-ге тең. B4-дің мәні 8-ге тең міне. Келесі B5-дің мәні 16-ға тең. Мына B5-дің мәні, мынау B5-ші мүшесі, мынау B4-ші мүшесі, мынау B3-ші мүшесі, мынау B2-ші мүшесі, мынау B1-ші мүшесі. Түсінікті ма? Енді осылардың барлығын қосқан кезде қанша болады? 31 болады, е? Енді қараңдар. Дәл осылай енді прогрессияның алғашқы 54-ші мүшесінің қосындысын табайықшы. S54-ті. S54-ті табу үшін біз не істейміз? B1 қосылған, B2 қосылған, B3 деп соңында 54-ке дейін жазып отырамаймыз ғой біз, дұрыс па? Оның барлығын біз есептей алмаймыз. Сондықтан бізге осы прогрессияның алғашқы n-ші мүшесінің қосындысын есептеу формуласы қолданылады. Ол бізде жоғары жақта тұр. Көріп тұрмыз ба? Яғни ол бізде S-н тең болады B1 көбейтілген Q-дің n дәрежесі минус 1 бөлінген Q минус 1. Осы форманы пайдаланамыз. Кез келген мүшесінің қосындысын табу үшін. Түсінікті ма? Қазір енді бізге S10-ші мүшесінің қосындысын табайықшы. Оны біртіндеп жазып отпай, осы формулаға қойайық. Ол үшін қараңдар. Формула бойынша бізде B1 деп тұр, дұрыс па? B1-дің орнында, B1-дің мәні қаншаға тең? 1-ге тең, орнына қоямыз. 1 көбейтілген. Q-мыз қаншаға тең? 2-ге тең. 2-ның n-ның орнына нені қоямыз? Мына жақта тұрған n-ның орнына 10-ды қоямыз. Өйткені 10-ші мүшесінің қосындысынан. 2-ның 10 дәрежесі болады. Азайту 1 бөлінген 2 минус 1 болады. Q-мыз 2-ге тең ғой өйткені. Тең. Сонда қараңдар. 1 көбейтілген 2-ның 10 дәрежесі бізде 1024 болады. 1024-тен 1024 азайтылған 1 бөлінген 2 минус 1 1-ге тең. Сонда 2024-тен 1-ді азайтсақ бізде қанша шығады? 2023 шығады. Сонда біз оның барлығын біртіндеп жазып отпай дайын формаға қоя салдық. Сонда алғашқы 10 мүшесінің қосындысы 2023-ке тең болады екен. Түсінікті ма? Түсінікті ма?
Иә. Жақсы. Енді қараңдар, бізде геометриялық прогрессияның алғашқы n-ші мүшесінің қосындысын есептеу формуласы. Мына дәптерлеріңе жазып қойыңдар, қоршап. Жаздым. Мына дәптерлеріңе жазыңдар, мына формуланы жазыңдар, қасына атауын жазып қойыңдар. Тек қана осы формуланы ғана жазып алыңдар, осы қажет бізге. Sn тең, яғни қасына атауын жазып қойыңдар. Геометриялық прогрессияның Бағаны осы ағайлардың жатында бүгінгі бағаны. геометриялық прогрессияның Геометриялық прогрессия ма? алғашқы, яғни осылай атауын жазып қоясыңдар қасына. Түсінікті ма? Формуланы жазыңдар да атауын жазып қойыңдар. Есте жазып алыңдар. Геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессияның алғашқы Жазып па? Иә. Болдық па жазып? Иә. Жақсы. Келесі енді қазір мысал көрсететін болам. Енді осыған байланысты есептер қалай келеді бізге? Бірінші есеп қараңдар. Бізге b1-дің мәні берілген. Әне берілгені. Берілгені қараңдар, берілгенін жазайық. b бірінші мүшеміз минус 0,3-ке тең. b екінші мүшеміз минус 0,6-ға тең. Бізге табу керек S6-ны тап деп тұр. Өйткені алғашқы деген сөз бар. Алғашқы 6 мүшесінің қосындысын табыңыз деп тұр. S6-ны сұрап тұр бізден. Шешуі бізде болады. Алдымен бірінші жаңағы SN-нің формасын жазып қояйық. SN-нің формасы бізде қалай етін? SN тең b1 жақшы ашылған Q-дің n дәрежесі минус 1. Дұрыс па? Бөлеміз Q минус 1. Енді осы форма бойынша бізге не жеткіліксіз болып тұр қазір? Қараңдаршы, b1-ші мүшеміз бар. Не жоқ? Q жоқ. Q-ді табамыз. Q-ді табу үшін біз b екінші мүшесін b бірінші мүшесіне бөлеміз. Дұрыс па? Сонда минус 0,6-ны бөлеміз минус 0,3-ке тең. 0,6-ны 0,3-ке бөлсек қанша болады? 2-ның өзі болады. Дұрыс, жақсы. Енді бізде Q-дің мәні табылды, b1-дің мәні бар. Енді формулаға қойсақ болады. S6 тең b1-дің орнына біз минус 0,3-ті қоямыз. Дұрыс ба? Көрмей қалды ма? Көрініп тұр ма? Қараңдар, минус 0,3 жақшы ашылған. Q-ның орнында 2 бар. N-нің орнына қараңдар. N-нің орнына нені жазып жатырмыз? 6-ны жазамыз. Көріндір ма? Себебі 6-шы мүшесінің қосындысын тауып жатырмыз ғой. Азайтылған 1 бөлінген 2 минус 1 тең. Енді осыны есептейміз. Минус 0,3 көбейтілген. 2-ның 6 дәрежесі қанша болады бізде? 64. Минус 1. Бөлінген 2 минус 1 1-ге тең. Дұрыс па? Тең. Енді минус 0,3 көбейтілген 63 бөлінген 1. Сонда біз минус 0,3-ті 63-ке көбейтеміз. Минус 18,9 шығады. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Мына мысал түсінікті ма сендерге? Жазып алыңдар осы мысалды. Есептің берілгенін жазудың қажет жоқ, мына жерден бастап жазамыз.
мына жерден бастап Қай- шығару жолын жазып алыңдар. Бұл бірінші жағдай. Тез жазып алыңдар. Сұрақ бар ма мына есепте? Жоқ, biraz сұрағаны Жазып алыңдар. Берілгені Biraz kullanma. Cevap ayrımız. Harun hatası doldu. Болдық па жазып? Ya. Жақсы. Келесі мысалға көшем. Келесі екінші есепке қараймыз. Geometриялық прогрессияда bod 4 тең минус 54 және bod 5 тең 462 болса, 5 теңге тең. Аха. Берілгенін жазайық, қараңдар. B төртінші мүшеміз минус 54-ке тең. B бесінші мүшеміз 162-ге тең. Табу керек. S-ті табу керек. Тең сұрақ. Енді шешуі. Так, шешуі. Қараңдар, шешуі бізде бірінші SN-нің формасын жазып алуымызға міндеттіміз. SN тең. Не болады? Формасы қандай? Bod 4 бар, B1 B1 көбейту Q-дің n дәрежесі минус 1 бөлінген Q минус 1. Дұрыс па? Енді осы форма бойынша қазір бізге не жеткіліксіз? B1 жоқ, Q-дің мәні жоқ, дұрыс па? Ол үшін қазір Q-дің мәнін біз B5-ті B4-ке бөлсек, Q-дің мәнін табуға болады. B5 бөлінген B4. Бұл бізде Q. Сонда 162-ні бөлеміз минус 54-ке. Сонда бізде Q-дің мәні шығады. 3 болады. Қанша шығады? 3. Минус 3 болады, Минус 3 болады. Енді бізге B бірінші мүше керек. B бірінші мүшені қазір біз B төртінші мүше арқылы өрнектейік. B төртінші мүшесін тапқан кезде біз нінші мүшесін B1 көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі деп алатын едік, дұрыс па? Енді осы жерден бізде B4-тің мәні бар қазір. Q-дің мәні бар. B1-ді табамыз. Сонда қараңдар. B4-тің мәні орнына қойық. Минус 54 тең болады. B1 көбейтілген минус 3-тің 3 дәрежесі. Дұрыс па? Сонда бізде қараңдар. B1-міз тең болады. 3-тің 3 дәрежесі қаншаға тең? 3-ті өзіне 3 рет көбейтеміз. Қанша болады? 27. Минус 54 көбейтілген минус 27 болады мына жерде. Бөлу болады.
Мына минус 3-тің 3 дәрежесі теңдіктің ар жағынан белгісіз айнымалының қасында тұрған мәніміз бөлу болып өтетінін білеміз, иә, теңдеу бойынша. Дұрыс па? Сонда b1-іміз тең минус 54-ті 27-ге бөлеміз. Минус 2. Теріс санға бөлсек не шығады? Минус Оң сан шығады. Сондықтан b1-іміздің мәні қанша болды? 2. 2-ге тең болды. Сонда бізде b1-іміз 2-ге тең болып тұр. Q-дің мәні минус 3-ге тең. Енді формулаға қойсақ бола ма? S S5 тең b1 көбейтілген не болады? Q-дің 5 дәрежесі минус 1 бөлінген Q минус 1 тең. Айды орындарына қоямыз, қарандар. b1-дің мәні қаншаға тең болды? b1-дің мәні 2-ге тең болды. Q-дің 5 дәрежесі. Яғни ол бізде минус 3-тің жақша қалып жазамыз минус 3-ті. Минус 3-тің 5 дәрежесі минус 1. Бөлеміз минус 3 минус 1-ге тең. Енді осыны есептейміз қазір. 2 көбейтілген минус 3-тің 5 дәрежесі бізде қанша болады? 243 болады. Яғни минус 243. Минус 243-ке минус 1-ді азайтатын болсақ, бізде минус 244 шығады. Көбейту. Әржеде минус 244. Оны бөлеміз минус 4-ке. Сонда бөлшектің бөлімдегі минус 4-пен 2 қысқарады, 2 болады, 1 болады. Сонда біз минус 244-ті бөлеміз минус 2-ге тең болады. Сонда бізде плюс 122 шығады екен. Түсінікті ма? Жауабы сонда бізде қанша болып тұр? 122. S5-ші мүшеміз алғашқы 5 мүшесінің қосындысы 122-ге тең. Түсінікті ма? Жазып алыңдар осы мысалды. Келесі үшінші мысалға қараймыз. Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы 381-ге тең. Яғни бізде керісінше есеп беріп тұр. SN-нің өзі беріп тұр енді, қараңдар. SN-нің өзі қаншаға тең? 381-ге тең. Яғни b бірінші мүшеміз берілген 3-ге тең. Q-дің мәні берілген 2-ге тең. Табу керек n-ді. Енді қараңдар. N деп отқанымыз бізде мынау 381 деген санымыз осы геометриялық прогрессияның қанша мүшесін қосқан кезде пайда болып тұр деп тұр. Түсінікті ма? Яғни n-іміз сол. Сұрақ түсінікті ма? Енді шешуі бізде былай болады. SN-нің формасын жазамыз міндетті түрде. SN-нің формасы бізде қалай? b1 қосылған көбейтілген Q-дің n дәрежесі минус 1 бөлінген Q минус 1, дұрыс па? Енді осы жерден бізде қараңдар. Не белгісіз? N ғана белгісіз, дұрыс па? Барлығы бар. SN-нің орнына 381-ді жазайық. 381 тең. b1-дің орнына біз 3-ті жазамыз. Яғни 2-нің қанша дәрежесі? n дәрежесі. 2-нің n дәрежесі азайтылған 1. Бөлінген 2 минус 1 болады. Сонда қараңдар, бөлшектің бөлімде 2 минус 1 1-ге тең болады. Сонда бізде мынандай өрнек шығады. 3 2-нің n дәрежесі минус 1 тең болады 381-ге. Мынау бізде көбейтіліп тұр. Белгісіз айнымалыға көбейтіліп тұрған мәніміз теңдіктің арғы бетіне бөлу болып өтеді. 2-нің n дәрежесі минус 1 тең болады 381 бөлінген 3.
Сонда 2-ның n дәрежесі минус 1 тең 381-ді 3-ке бөлсек қанша болады? Canım. 381 bölünген 3 127 127 болады. Енді қараңдар, мынау минус 1-міз теңдіктің арғы бетіне қосылып өтеді. Дұрыс па? 2-ның n дәрежесі тең 127 қосылған 1. Сонда 2-ның n дәрежесі тең болады 128. Енді қараңдар, 128 дегеніміз 2-ның қанша дәрежесі? қайда жүрсі? 128 деген санымыз 2-ның қанша дәрежесі? Ол бізде 2-ның 7 дәрежесі, дұрыс па? 2-ның 7 дәрежесі 128 береді. Сонда қараңдар, негіздері бірдей болған кезде біз жоғары жағындағы теңдеумен жұмыс істейміз. Сонда n тең 7-ге болады, дұрыс па? Негіздері бірдей болса, біз негіздерін тастап кетсек болады. Сонда n-ның мәні қаншаға тең болды? 7-ге. n-ның мәні 7-ге тең болды. Сонда 381-міз жауабы алғашқы 7 мүшесін қосқан кезде 381 шығады екен. Түсінікті ма? Жақсы. Жазып алыңдар осы мысалды енді. Жазып алыңдар. Azim buraya oturtalım. Göstereyim. Енді жазып болған болса, қазір сендерге сонымен балалар бізде қараңдаршы, геометриялық прогрессияның алғашқы n-ші мүшесін табу формасы түсінікті болмас сендерге? Формасы қалай екен? Қайталай жіберейікші. Геометриялық прогрессияның алғашқы n-ші мүшесін табу формасы. Sn тең b1 жақша бөлінген qn минус 1. Sn тең b1 жақшашылған q-дің n-1 дәрежесі бөлінген не екен? q минус 1. Бұндағы q деп отқанымыз еселік, қалғандары b1-ші мүшеміз түсінікті. Бұл не үшін қолданылады бізге бұл формула? Біз прогрессиядағы алғашқы мүшелерінің қосындысын тапқан кезде қолданылады, дұрыс па? Енді қараңдар, жаңағы көрсеткен мысалдар түсінікті болса, қазір енді уақыт болған сияқты үй тапсырмасына 16-да бірінші есепті шығарып келесіңдер. Түсінікті ма? Кітаптағы үй тапсырмасы осы 16-да бірінші есеп. Жақсы, сау болыңдар, сабақ аяқталды.